بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق. Assalamu alaikum құрметті көрермендер. Мінекей Құран оқып үйренейік сабағымыздың 17-ші дәрісіне де келіп жеттік. Кітаптарыңызды алып, жаттығуларды оқуға дайындалып отырыңыздар. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Рас. Кейде аузымыздан Алла Тағала неге адам баласына тыйымдар мен бұйрықтар берген? Неге адамдар қалағанын жасай алмайды деген сөздер шығып жатады. Алайда дәл осы тұста бір үлкен мәселе ескерусіз қалып отыр. Біз жаратылыспыз, ал Алла жаратушы. Және жаратылысты жаратушысынан артық жақсы білетін ешкім жоқ. Бір ескерер нәрсе, бұл тыйымдар мен бұйрықтар сіз бен біздің бақытты өмір сүруімізді қамтамасыз ететін механизм екенін білуіміз керек. Алла Тағала адам баласына шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Біз саған Құранды бақытсыз болу үшін түсірген жоқпыз. Ол сендерге дінде ешбір қиындық жасамады деген аяттар сөзіміздің дәлелі. Алла салған тыйымдардың әрқайсысына саналы көзбен үңіліп қараған пенде артынан асқан жанашырлық пен шексіз мейірім көрер еді. Тыйымдардың орындылығы мен даналығын түсініп, түйсіне білген сайын Аллаға деген махаббатыңыздың арта түсетіндігіне күмәніңіз болмасын. Сонда бұл қандай тыйымдар? Құран аяттарын парақтап көрелікші. Алла Тағала Исра сүресінде әрі зинаға жақындамаңдар, өйткені ол жеркеніштіс және жаман жол деген. Сондай-ақ, ей иманға келгендер, анығында мас қылатын ішімдіктер және құмар ойындар жеркенішті нәрселер, шайтанның ісінен. Мұраттарыңа жету үшін оған жоламаңдар. Ей иманға келгендер, көп күмән ойлардан аулақ болыңдар. Өйткені күмән ойдың кейбірі күнә. Сондай-ақ, бір-біріңді аңдымаңдар, әрі бірің-біріңнің сыртынан ғайбаттамасын. Сендерден біреу өлген бауырының етін жеуді ұната ма? Әрине сендер оны жек көресіңдер. Әрі Алладан қорқып, сақтаныңдар. Ақиқатында Алла тәубені қабыл етуші, ерекше, мейірімді деген тыйымдарды айтады. Аталған тыйымдардың әрқайсысын жеке алып қарасаңыз да, ол адамзат игілігі үшін екендігіне 100% көз жеткізесіз. Күні бүгінге дейін ешбір адам зинаның, яғни ойнастықтың пайдасын жариялаған жоқ. Керісінше, зинаның жемісі ауру, кесел, шайқалған шаңырақ, әйелдің жесір қалуы, еркектің тентіреп кетуі, жетім қалған балашаға араздасқан құдалар. Наркотик, ішімдік, құмар ойындардың зардабы туралы артық ауыз сөз керек емес деп олар. Ал біреуді ғайбаттау екі адамды дұшпан қылмаса, достық орнатқан емес. Құран тыйымдарының пайдалары кейде анық көрініп тұрса да, кейде жасырынып тұратынын белгілі. Мақсаты адамдардың жанын тазалау, жақсылыққа бойын дағдыландыру, кемшілік пен күнә атаулыдан пәк ету, нәпсі құмарлықтың құлдығынан азат ету, адами кемелдікке жеткізіп, жаратушысына жақындату болып табылады. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ал енді құрметті көрермендер, бүгінгі 17-ші сабағымызға кірісейік. Біз өткен сабақтан бастап барлық өткен сабақтардың жаттығуларына көшкен болатынбыз. 17-ші сабақта да сол тәртіппен кезекті жаттығуларды оқитын боламыз. Ол біздің барлық алған қағидаларымыз бен ережелерімізді қаншалықты пысықтағанымызды көрсетеді. Оның үстіне ол біз үшін Құран аяттарын оқуға деген үлкен дайындық болып табылмақ. 17-ші сабақта бізге кезекті оқылатын мәтін шадда мен сүкунге арналған жаттығулар деп аталады. 26-шы бетті ашамыз. Кітаптың 26-шы бетте бізге берілген жаттығудың мәтінін кезекпен оқып өтеміз. Шадда және сүкунның бір сөздің ішінде келгендігіне байланысты мысалдарды бізге жинақтап беріп отыр. Құрметті көрермендер, сіздер де қолдарыңыздағы оқулықтан бізбен бірге қалыспай қадағалап оқып отырыңыздар. Алмас, бастаймыз. Бисмилла. Нарру Рабби. Бұл өткен бірінші, екінші сөзде біз шаддамен қатар мәд әрпінде келіп отырғанын байқап тұрмыз, иә? Бірінші сөзде вау, мәд әрпі, екіншісі я мәд әрпі. Я мәд әрпін біз созылын оқуымыз керек. Осылайша, дұрыс. Муддат. Хуққат. Хуққат. Дұрыс айтасың, бірақ қаф әрпі жуан болғанымен қафтан кейінгі тә
жіңішке та болғандықтан біз тәні жіңішкертеміз. حقت Дұрыс, осылай. خفت تبت تخلت. Дұрыс, қа әріпі бұл жерде жуан. жуан, ләм жіңішке. Та әріпі жіңішке, одан кейін хадан кейінгі ләм әріпі жіңішке, екеуінің ортасында келіп тұр, жуан әріп. Сосын екі жіңішкенің ортасындағы жуанды жуандатып, екі жіңішкені жіңішкертеміз. Қайтып оқы. تخلت Дұрыс. قدمت. Шадда дәл әрпінде тұр, Дәл әрпінде тұр, мим әрпі шадда. сукунмен келіп тұр, والصبح. Бұл жерде біз Содарып. сөз әлиф және ләм әрпімен басталған болса, оның алдында сөз жалғанатын болса, және әлиф ләм әрпінен кейінгі әріп шаддамен келген болса, ол әлиф пен ләм әрпі оқылмай қалады дедік, Сонда біз уадан кейін бірден сатты оқып кетеміз. Сат шаддамен кетті. Уассубхи, والصبح. Сат тиісінше жуан әріп болғандықтан біз оны жуандатып оқимыз. والشمس. Бұл жерде де сондай ереже. والشفع. Жақсы, осылай. بالصبر. والصيف. والصيف. والليل. Бұл жерде алифтен кейінгі ләм әріпінің өзі шаддамен келетін болғандықтан, алиф оқылмайды. алиф оқылмайды, ләм әрпі шаддамен келіп тұрғандықтан ғана ләм әрпін оқып тұрмыз. Уәлләйли. Уәттини. Бұл жерде уәттини деген бірінші сөзбен бұл жолда, одан кейін келген екінші сөзді бірге оқимыз. Себебі екеуі бір сүренің бір аяты, толық бір аяты болып есептеледі. Уәттини вәззәйтуни. Дұрыс, жақсы, тамаша. Бұл Құрандағы Тин сүресінің бастапқы аяттары. Уәттин, уәззәйтун. Алла тағала тин және зәйтун деген екі жеміспен ант етіп жатыр. Келесі сөзді оқы. Сиджилин. Дұрыс. Сиджинун. Мунфаккина. Дұрыс. Каф әрпінде шадда бар, шадданы ұмытпаймыз. Шадданың белгісі үстінде тұрда, и дыбысын беретін харакат астында тұр, Астында тұр, Кейде ол шадда белгісінің тура астында тұру мүмкін, немесе шадда белгісі тұрған әріптің астында келу мүмкін. Екі түрлі. Сол үшін біз сондай ерекшелігін ескеріп отырып, оны байқамай қалудан сақ болуымыз керек. Мунфаккина. Дұрыс, и әріпі бізде мәд, иді созуымыз керек. Одан кейін екі сөзді қосып оқисың, екеуі бір аяттың бөлігі. Фаиннал джанната. Дұрыс, жақсы. Одан кейін екі сөзді де қосып оқисың, екеуі де бір сүредегі аяттың бір бөлігі. Лихуббил хойри. Лихубби, ләмнен кейінгі ха әрпі шығу орнын тағы да күшейтіп шығара ғой. Лихуббил хойри. Жақсы, дұрыс, осылай. Одан кейінгі жолдағы үш сөзді қосып оқисың, үшеуі толық бір аят. Иза самаун шаққот. Дұрыс. Иза самаун шаққот. Дұрыс, жақсы. Бұл жерде сама деген сөзден кейінгі хамза у дыбысын беретін харакатпен тұр. Оны келесі сөзге қосып жіберетін болсақ, бір аят болғандығы үшін. Ортадағы алиф оқылмай қалады. Неге? Себебі одан кейінгі нун сукунмен келіп тұр. Дұрыс айтасың, сол үшін біз ортадағы алифті қалдырамыз, оқымай кетеміз. Қайтадан оқы. Иза самаун шаққот. Жақсы. Келесі жолды екі сөзді қосып оқисың. Матториқу. Дұрыс, осылай бір оқып ал. Одан кейін келесі екі сөзді қосасың. Ан-наджму сақибу. Дұрыс, осылайша қосылады екен, себебі мына жерде ат-сақиб деген екінші сөздегі әріптердің сөздің басы
Алиф және ләммен басталғанымен үшінші әріп шаддамен келіп тұрғандықтан алдындағы сөзді бұған қосатын болсақ, алиф пен ләм оқылмай қалады. Дұрыс. Осындай тәртіппен кез келген жерде осындай тіркестер оқылады. Қайтып оқы, қайтадан оқылу көрінісін көрсетейік. Ан-наджму сақибу. Дұрыс, жақсы. Тағы бір қайтала. Ан-наджму сақибу. Жақсы. Енді соңғы сөйлемді оқисың, соңғы сөйлемді толық бір-біріне жалғастырып оқу керек, себебі ол Құранның бір сүресінің толық бір аяты болып саналады. Кәні, баста. Мин шаррил васвасил хоннаси. Жақсы, тағы бір қайтала. Мин шаррил васвасил хоннаси. Жақсы. Бұл аяттың қай жерден екенін білесіздер ғой? Иә, Нас сүресінен. Нас сүресі Құранның ең соңғы сүресі болатын, иә? Соның ішіндегі бір аят. Жақсы. Айдос, енді сенің кезегің басынан бастап сен бір оқып өт. Бұл өзіміз үшін де, бізді тыңдап отырған көрермендер үшін де өте пайдалы болады. Мәрру. Рабби. Муддат. Хуққат. Хаффат. Таббат. Тахоллат. Қаддамту. Вассубхи. Вашшамси. Жақсы. Вашшафи. Жақсы. Осылай. Биссобри. Вассойфи. Валлайли. Дұрыс. Одан кейін екі сөзді қосып оқисың, бір аят деді, кем? Ваттини ваззайтуни. Жақсы. Мәттерді өзінің орнында созамыз, иә? Я және мына екінші сөздегі вау кеуде мәт. Ваттини ваззайтуни. Жақсы. Сиджилин. Жақсы. Сиджинун. Мунфаккина. Фаиннал джанната. Жақсы, тамаша. Одан кейінгі екі сөзді қосасың бір-біріне. Лихуббил хойри. Неге біз бұл екі сөздерді қосу керек деп жатырмыз? Аятты, бір аяттың сөзі. Құран аятының бір бөліктері дедік, е? Бөліктері. Бөліктері болғаннан кейін бұлар бір сөйлемнің бөліктері секілді. Бір-біріне осылай қосуымыз керек. Біз сөздердің бір-біріне қосылуын осы жерден ақ жаттығамыз осылай. Келесі жолда үш сөзді қосасың. Үш сөз қосам. Иҙа-сәмәун шаққат. Мәт-тариқу. Жақсы, осылай. Одан кейінгі екі сөзді бір-біріне қосамыз. Ан-наджму-сақибу. Жақсы, тамаша. Соңғы сөйлемді толық бір-біріне қосып оқимыз. Мин шаррил васвасил хоннаси. Жақсы, жарайсың. Тамаша. Тимур, сен де толық оқып өт. Мәрру. Рабби. Муддат. Хуққат. Хаффат. Таббат. Тахоллат. Жақсы. Қаддамту. Қаф бізде жуан, е? Одан келген дәл әрпі шаддамен келіп тұр, ол жіңішке, е? Жуанды оқығаннан кейін бірден жіңішкені қойымыз. Қаддамту. Қаддамту. Вассубхи. Жақсы. Вашшамси. Вашшафи. Биссабри. Жақсы, осылай. Биссабри. Вассойфи. Валлайли. Осыдан кейінгі екі сөзді бір-біріне қосасың. Ваттини ваззайтуни. Жақсы, тамаша. Келесі сөз. Сиджилин. Жақсы. Сиджинун. Мунфаккина. Жақсы, мәд әріпін осылай созамыз, е? Мәд әріпі қайсысы? Мұнда я әрпі. Я әрпі, соңғы әріптің алдындағы
Каф әрпіне. Кафтен кейінгі мәдар. Одан кейінгі екі сөзді қосасың бір-біріне. Фа иннал джанната. Жақсы, тамаша. Одан кейінгі екі сөзді бір-біріне қосасың. Ортасын бөлме. Ли хуббил хайри. Жақсы. Одан кейінгі үш сөзді қосасың. Иза сама уншаққат. Өзің байқап тұрсың ғой, мына жерде ида сөзіндегі алиф және ас-сама сөзіндегі алиф лам әріптері толығымен үшеуі де оқылмай тұр. Неге? Себебі ас-сама сөзіндегі син әріпі шаддамен келіп тұрғандықтан біз екеуін қосқан жағдайда ортадағы екі алиф және лам әріптері оқымай қалдырамыз, иә? Дұрыс. Тағы бір оқып өт осы сөзді. Иза сама уншаққат. Жақсы. Одан кейін екі сөзді бір-біріне қосасың. Ортасын бөлме. Мәттариқу. Одан кейін екі сөзді де солай оқисың. Ан-наджму сақибу. Жақсы. Осылайша. Соңғы сөйлемді толық оқисың. Орталарын бөлме. Мин шаррил васвасил ханнаси. Жақсы. Тағы бір оқып өт. Мин шаррил васвасил ханнаси. Жақсы, рахмет, тамаша. Біз сабақтарымыздың барысында тағы да еске салып өтетін жайт, ол үш түрлі нәрсеге назар аударамыз дедік, иә? Олардың бірінші әріптердің таңбасы дедік, иә? Әріптердің таңбасын және нүктелерін шатастырмаймыз, сол арқылы айырамыз дедік. Одан кейінгі екінші әріптердің шығу орнына мән береміз дедік. Шығу орнымен дұрыс шығаруымыз керек. Ол әріп шығу орнымен дұрыс шықпаса, басқа әріптерге ұқсайды. Басқа әріптерге ұқсап қалса, оның ол сөйлемнің мағынасының өзгеруіне немесе аяттың мағынасының өзгеруіне алып келеді. Үшінші нәрсе әріптердің жуан жіңішкелігі. Жуан шығатын әріптерді жуан шығаруымыз керек, жіңішке шығатын әріптерді жіңішке шығаруымыз керек. Рахмет. Мінекей, құрметті көрермендер, бұл біздің Құранға түсуге деген талпынған кезекті бір жаттығуымыз болатын. Алда аздаған жаттығулар қалды. Ол жаттығулардың Құранға түсуге баршаңызға үлкен бір жеңілдіктер әкелетіндігіне ешқандай күмәніміз жоқ. Алла Тағала алдағы жаңа сабақтарда амандықта, есендікте көрісуімізге жазсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق